Атадан қалған асыл сөз. Асан Қайғы мен Әз Жәнібек. Асан Қайғы түксиіп Төрі биге қарады. Содан кейін асықпа Төрі би деді қарт жырау. Алтын Орда астанасы жеріңнен кеткен менен еліңнен кетпейді. Ал ақылды болсаң сен маған мынаны айтшы. Ол ерінбей орнынан түрегеліп, қолындағы күміс кесесін үйдің дәл ортасында төсеулі жатқан түкті кілемнің ортасына апарып қойды. Сөйтті де қайтадан орнына кеп отырды. Мынау жатқан түкті кілем Ноғайлы Қыпшақ елінің жері, ал анау күміс кесе оның ордасы, астанасы. Ақылды би болсаң, сен мына кілемді баспай бүлдірмей, маған анау күміс кесені алып берші. Төрі би үндей алмай қалды. Қарт жырау кең күлді де, әрине алып бер алмайсың деді. Оған сенің ақылың жетпейді. Қарт жырау енді жан жағына түксие қарады. Мүмкін бұл кесені маған басқа біреуің алып берересіңдер. Қане қайсың барсың? Тек кілемді баспайсыңдар. Кең сарайдың ортасына төселген кілем үлкен еді. Оның үстінен жүрмей күміс кесені алу тіпті мүмкін емес. Отырған жұрттың бірде-бірі үндей алмады. Қане деді Асан Қайғы, сөйдеді де ханға қарады. Жарайды, мен алып берейін деді Жәнібек күлімсіреп. Ол орнынан түрегеліп, кілемнің жанына барып бір шетін бүктей бастады. Сөйтіп кілемді бүктей, ортада тұрған күміс кесеге де жетті. Еңкейіп қолын алып, Асан Қайғыға берді. Мінекейіңіз деді ол кесені ұсынып. Өз жұмбағының шешімін тапқан ханға риза болған Асан Қайғы оған сәл жымия қарады. Сені жұрт босқа әз демесе керекті деді қарт жырау. Ал енді менің ордаңды бұл шаһардан неге көшір дегенімді түсіндің бе? Жәнібек сәл басын иді. Түсіндім. Ол орнына барып отырды. Асан Қайғы хан тапқан шешімге ақылы жетпей, күп-күрең боп қорланып отырған Төрі биге бұрылған. Хан ордасы деген ел ордасы деді ол. Орда халық үйінің алтын шаңырағы. Шаңырағы күйреп жерге құлаған жұрт, көзінен айырылған бас келбетті. Ақылды хан ел кіндігін жер шетіне құрмаса керекті. Ел шетіндегі орда жау алуға жеңіл болады. Ал жер ортасындағы орда жау қолына оңай тимейтіні кәміл. Ол үшін жаңа өздерің көрдіңдер. Мынау алып дала кілемнің бір шетінен түріп, жолдағы шептердің бәрін жеңіп, сосын ғана жау ордаңа келіп тиеді. Қандай мықты әскер болмасын, бұл оңай емес, бұнымды ешкім бұрыс демес. Ел бастаған билеріңнің, Жәнібек, ой өрісі теңіздей терең келсе, алыстағыны қырандай көре білсе, ханға дұрыс қатесіз ақыл берсе, халқың сенің тарығып күйзелместі, алтын орда мәңгі бақи күйреместі.